саламатсыздармы? Бүгін мен сіздермен топқа бөлудің ең бір жеңіл әдісімен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін біз осы Google Chrome'ға кіріп, өзіміздің аккаунтымызға кіреміз және іздеу жолағына Cost Lots деп жазамыз. Міне жазғаннан кейін сіздерге осындай тізім ашылады. Осы жерде мінекей costlots.org разделить на группы случайным образом деген бар. Осыған кіреміз. Сіздерге осындай бет ашылады. Осы жерге кіргеннен кейін міне жоғарыда генераторы, жребий, списки, QR-коды деп тұрады. Осы жерден списки разделить на группы дегенге басамыз. Астыңғы жағына қарай түсесіздер. Бұл жерде тіркеліп, еш нәрсе керек емес. Сабақтың үстінде топқа бөлу керек болған жағдайда жаңағындай өте қарапайым, тез әрі бөле салатын әдіс тәсілдердің бірі қылдыруға болады сабаққа қатыстырып. Спискиді басқаннан кейін мінекей астына қарай түсеміз. Мына жерге балалардың тізімін жазамыз. Мысалы, мен енді бірнеше есімдерді жазып өтейін. Айсана дейік, Аяна дейік, Манат дейік. Тағы кім бар бізде? Тағы. Айдана дейік. Менікі бәрі қыздар болып кетті ма? Жарайды. Тағы сол сияқты мысалы, осы жерде төрт адамның несін жаздық. Оқушының атын сіздер можете басқа жазылып тұрған жерден көшіріп алып, осы жерге қоя салуға. Және мына жерге сколько в каждой группе дейді. Бір топта неше адамнан болғанын қалайсыз. Мысалы, 10 адам жазып, 2 топқа бөлетін болсаңыз, 5 деген санды жазасыз. Менде 4 адам 2 топқа бөлем, және 2 деген саннан тұра берсін дейм. Разделить на 2 группы деп басам. Міне маған осылай 2 топқа бөліп береді. Тез әрі жылдам осылай ғана топқа бөліп, балаларға осы экранды қосып қойып, осылай көрсетулеріңізге болады. Және де бұл жерде топқа бөлуден басқа жребий бар. Егер де балалардың тізімін тағы да осы жерге жазып қойып, үй жұмысын сұрайтын болсаңыз, мына жерге балалардың аты жөнін мен былай айтып жазып өтейін. Балалардың аты жөнін тізбектеп, сосын осы жерде сколько выбрать дейді. Мысалы, бір баланың аты жөнін шығарып. Бросить жребий десек, бізге бір баланың атын шығарып береді. Сол баладан үй тапсырмасын сұрасаңыз, болмаса сабақ айтады деген сияқты осы әдісті қолдансаңыздар өте жақсы. Және мына жерде QR-код деген бар. Текст QR-код. Яғни осы жерді басатын болсақ, бұл жерде мысалы тағы да сұрақтарыңызды жасырып балаға беретін болсаңыз, мына жаққа сұрағыңызды қоясыз. Мысалы, сен үй жұмысына, мысалға мен жай сұрақ қояйын. Сен үй жұмысына дайынсың ба? Сен үй жұмысына дайынсың ба? Енді бұл жерде сіздерге сабаққа байланысты өздеріңіз сұрақ қойсаңыздар болады. Және сгенерировать деп осындай QR-кодын шығарып алсаңыздар, және әрбір баланың алдына партаға болмаса осындай QR-кодты шығарып алып алдына қойсаңыздар, өте керемет тағы бір әдіс тәсілдің бірі болып саналады. Ал ең оңай топқа бөлу әдіс тәсілдің бірі осы Cost Lots деп жазсаңыздар, осы бетке өтесіздер. Игіліктеріңізге жарасын. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.